bir жағдай болған кезде ғана, митинг болған кезде бір осындай бір проблема болған кезде ғана керек па не? Абылай бейбіт күндері қажет емес болсанда олардың жұмыстары. Қараңыздар, Түркістан облысы жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың үндеуі. Сізден біз Түркістан облысы полиция департаменті жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың қызметкерлері және сізден көмек сұраймыз. Біз 300 қызметкер 300 адамды жұмыстан шығарғалы жатыр да. Қараңыздар, департамент достар, шұғыл көмек керек. Қазақстан Республикасының президентіне Қасым-Жомарт Кемелұлына үндеу, полиция қызметкерлерінің үндеуі. Қараңыздар, сол бір арнайы жасақ спецназдар тек Қазақстанда елімізде бір жағдай болған кезде ғана, митинг болған кезде бір осындай бір проблема болған кезде ғана керек па не? Абылай бейбіт күндері қажет емес болсанда олардың жұмыстары. Қараңыздар, Түркістан облысы жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың үндеуі. Сізден біз Түркістан облысы полиция департаменті жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың қызметкерлері және сізден көмек сұраймыз. Біз 300 қызметкер 300 адамды жұмыстан шығарғалы жатыр да. Қараңыздар, департаменттің алдында собор қызметкерлері барлығы жиналып алған. Өзі личный состав 300 адам. Қараңыздар, собордың қызметкерлері полностью міне жиналып алған полиция департаментінің алдында да. Бұл қызметкерлерді жұмыстан шығару себебін айтайын. Ішкі істер министрлігінен жаңағы бұйрық түскен да. Бұйрық оларды тексеру керек. Кандидат мастер спорта или мастер спорталары бар ма, жоқ па? Олардың карточкалары болады, я. Спортсмен деген. Олар 2008, 2009, 2010-да юнош кездерінде, 2004-лерде, 2005-те күрескен, бокстасқан, КМС орындаған карточкалар бар. Бірақ ол регистрация өтпеген деп жұмыстан шығарып отыр да. 2005-те ешқандай сом болған жоқ, регистрация жасайтын жер болған жоқ, спорт және туризм министрлігінің базасы болған жоқ. Түсінесіздер ме? Бұл жігіттер, собордың жігіттері барып өздерінің медальдарын, грамоталарын, действительно спортпен айналысқандығын барлығын көрсетіп, дәлелдеп жатыр да. Бірақ сонда да бұлар жұмыстан шығарып жатыр да. Бұл Түркістан облысында ғана емес, бұл бүкіл Қазақстанда осындай болып жатыр да. Кім жұмыс істейді? Алматы, Астана қалаларында болса, Құдай сақтасын.